Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін бізде ежелгі шығыс философиясы туралы лекция болады. Және бірінші пунктіміз ежелгі шығыс философиясының негізгі белгілері. Шығыстың барлық дерлік философиялық жүйелері кейбір ортақ белгілерді қамтиды. Бірінші, ол шынайы өмірге бағдарлау. Шығыс философиясы шынайы өмірді ой елегінен өткізумен ерекшеленеді. Философия өмір бойы бар және оның барлық салаларында қолданылуы керек. Жеке, қоғамдық, халықаралық және тағы басқа салаларда. Бұл шығыс ойшылдарының шыққан алғашқы тезисі. Ежелгі Үндістанның данышпандары өз шәкірттерімен әлемнен қалай дұрыс кету туралы білімдерін бөліссе, Қытай ойшылдары өмірде қалай аман қалу керектігін үйретті. Индустар діни тәжірибеге жақын болды, ал қытайлықтар күнделікті даналыққа жақын болды. Екінші пункт – табиғат, тән және рух синтезі. Егер еуропалық дәстүрде антропоцентризм, яғни адамның табиғатқа үстемдігі тән болса, онда шығыс философиясында адам өз өмірінің мәнін тек адамның өзінің рухани және өмірлік тәжірибесіне сәйкес үйлесімділікті бұзбай түсіне алады. Үшінші пункт – шығыс философиясындағы білім тұтастығы, таза ұтымдылықтың жоқтығы. Шындықты білу тек ақылға негізделмейді. Ол елемеуге болмайтын сезімдерге негізделген тұтас тәжірибеге негізделген. Ақиқат білімге ғана емес, медитация барысында да түсініледі. Ой толғаныс бұл мен және мен еместің сәйкестігі. Мұнда мен бірмін және өзгермейтінмін. Ал мен емес, мен өмір сүретін бар әлем. Ежелгі шығыс ойшылдарының пікірінше, дүниеге мұндай бір тұтас көзқарас рухани нұрланудың бірінші және негізгі жолы болып табылады. Төртінші пункт – шығыстық ойлау стилінің тұтастығы тіл ерекшелігімен байланысты. Батыс тілі әліпбидің атомдық сипатымен ерекшеленеді. Мұнда оның сөздің жеке бөліктері түбір, жұрнақ, префикс, тағы басқа дербес семантикалық мағына береді. Шығыс мәдениеті иероглифтің және оның құрылымының тұтастығымен сипатталады. Сөз оның символдық бейнесімен байланысып, иероглифтің тұтас бейнелілігі арқылы ашылады. Шығыс дәстүрінде иероглиф өзінің мағынасын беріп қана қоймайды. Сонымен қатар, оны өз ішінде қамтиды. Бесінші пункт – ақиқаттың күрделілігі. Классикалық еуропалық философияда рационализм басым болса, объективті әмбебап шындықты іздеуге бағытталса, шығыс ойшылдары ақиқаттың көп қырлы екендігіне және ешқашан толық көрініс таба алмайтынына сенімді болды. Яғни, шындықтың әртүрлі көзқарастары оның әртүрлі жақтары ғана болып табылады. Бірақ кез келген жағдайда шындықты білу жоғары интуитивті мистикалық деңгейде шығуды болжайды. Шығыстағы шындықты тану ол абсолютпен, әмбебап заңмен бірлік болып табылады. Бұл ретте шығыс ойшылдары кемелдікке жетудің әртүрлі жолдары бар және олардың кез келгенін адамның ішкі ерекшеліктеріне сай таңдауға болады деген тұжырымға келген. Алтыншы пункт – антропологиялық перфекционизм. Яғни әрбір адамның түпкі мақсаты өзін өзі жетілдіру болуы керек деген ой. Шығыс ойшылдары адам өзінің кемелдігі арқылы ғана дүниенің кемелдігін түсінуге, сондай-ақ абсолютке жақындауға болады деп есептеді. Осылайша Үндістан мен Қытайда философия осы тұрғыда қалыптасты. Ежелгі үнді философиясы. Ежелгі үнді философиясы ең көне киелі мәтіндерден, яғни ведалардан басталады. Ведалар 4 бөлікке бөлінеді. Ведалардың бірінші бөлігі самхиталар деп аталады, мантра мәтіндері. Самхиталар 4 кітаптан тұрады. Бірінші кітабы Риг Веда, Ануран Ведасы, ол ең көне белгілі ведалық санскрит мәтіні.
Екінші кітап Яджур Веда, ғибадат ету рәсімдеріне арналған мантра ведасы. Үшінші кітап Сама Веда, діни әуендер мен жырлар ведасы. Және төртінші кітап Адхарва Веда, ол күнделікті өмір салттарының ведасы. Ведалардың екінші бөлігі брахмандар деп аталады. Брахмандар ол салтанатты рәсімдерді және діни рәсімдерге байланысты кейбір құпияларды түсіндіретін мәтіндер. Ведалардың үшінші бөлігі араньяктар. Олар орман мәтіндері деп аталатындар. Бұл мәтіндерді орманда медитация жасап, кейін киелі мәтіндер түрінде өз тәжірибелерімен бөліскендер құрастырған. Және ведалардың төртінші бөлігі Упанишаттар деп аталады. Олар индуизм философиясын сипаттайтын философиялық мәтіндер мен диалогтар. Олар ежелгі үнді пантеонның алуан түрлілігін, карма ілімін, сансара, яғни қайта туылу процесін және тағы басқа құбылыстарды сипаттайды. Бастапқыда үнді философиясы адамның қысқа мерзімді тіршілігі және рухани болмысын қарма-қарсы қоюға бағытталған. Үнді қоғамы өзінің өмір сүру салтында өте дәстүрлі, өйткені ол касталарға бөлінген шаруа қауымдастықтарына негізделген. Касталарға бөліну ауыр әлеуметтік теңсіздікті көрсетеді. Дегенмен өмірдің қиындықтары, азаптан құтылу және ғарыштық рух немесе брахман алдындағы шынайы теңдікке қол жеткізілетін нирванаға бару мүмкіндіктерімен біріктірілді. Брахман әр адамның жан дүниесінде ашылады. Индустардың дәстүрлі өміріндегі руханият жердегі азаптан аулақ болу жолы болды. Ал кейбіреулер, яғни діни қызметкерлер және тақуалар, шарамандар, ұстамдылықты тұрақты өмір салты ретінде уағыздады. Философиялық толғаулардың табиғи тереңдігі мифология мен дін саласында символдық бейнелерге бойлау осылай дамиды. Ал сондай-ақ ежелгі үнді философиясының дәстүрлерінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Ведалық мифологияда тайпалық қатынастар жаңғыртылды, оларда ұжымдық идеялар бекітілді. Қоғамның табиғи және жалпы тіршілігі еңбек мамандуына сәйкес касталарға құрылады. Және каста жүйесі мемлекеттік құрылымды жасайды. Осы уақытқа дейін үнді қоғамында 4 каста бар. Каста деген варна сөзінен шыққан, варна төс бейне деп аударылады. Бірінші каста брахмандар немесе браминдер, олар ақ түсті. Олар веда ғалымдары, данышпандар, діни қызметкерлер, мұғалімдер. Екінші каста кшатриялар, қызыл түсті. Олар билеушілер, жауынгерлер, әкімшілер. Үшінші каста вайшьялар, сары түсті. Олар егіншілер, жер иелері, саудагерлер. Және төртінші каста шудралар, олар қара түсті. Шаруалар, төменгі жұмысшылар, қызметшілер. Үнді қоғамында ресми касталардан басқа тағы бір каста бар. Ол тигізбейтін адамдар немесе untouchables деп аталады. Оларға аулалар мен көшелерді тазалау, тері немесе балшықпен жұмыс істеу, құрылыс тастарын өңдеу, кір жуу және тағы басқа сияқты лас істер сеніп тапсырылды. Ежелгі индустар касталар Пуруша есімді бірінші брахман адамнан шыққан деп есептеді. Пуруша жалпыға ортақ заңның, яғни брахман бейнесі болып табылады. Шын мәнінде индуизм дүние танымының бүкіл күрделі жүйесі осыдан басталады. Ғаламның негізінде мәңгілік болмыс брахман жатыр. Одан бәрі пайда болды. Брахман кез келген жеке тұлғаның мәңгілік ішкі өзегі атманмен бірдей. Ежелгі үнді философиясы адамның дүниедегі жолы карма заңымен реттелетінін анықтады. Ал оның іс-әрекеті одан әрі азап немесе әл-ауқатты алдын ала анықтайды.
Карма заңының әрекеті адамның қайта туылуын және оның өмірлік ұстанымын да анықтайды. Карма заңының нәтижесі сансара. Сансара немесе самсара қайта туылу үдерісі және жанның саяхаты. Ол адамның үздіксіз қайта туылуынан тұрады. Мұнда әрбір жаңа туылы оның бұрынғы өмірінің ізі немесе күнәлары үшін жаза болып табылады. Көне үнді діни пантеонында Тримурти деген өте маңызды элемент болып табылады. Тримурти санскриттен үш тұлға. Индуизм пантеонының негізгі үш құдайын біріктіретін триада. Бірінші құдай Брахма, немесе жаратушы, екінші құдай Вишну, немесе сақтаушы, үшінші құдай Шива, немесе жоюшы. Осы үш тұлғаның барлығы бір тұтастыққа біріктіріліп, рухани принцип Брахманды білдіреді. Индуизмді түсіндіру негізінде ортодокс және ортодокс емес мектептер, немесе даршандар пайда болды. Ортодокс мектептер астика даршандар. Веда мәтіндерінің беделімен келісе, ортодокс емес мектептер настика даршандар келіспеді. Ортодокс мектептер. Үнді философиясы біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасынан басталады. Дәстүрлі түрде үнді философиясы үш негізгі кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең ол ведалық кезең. Екінші кезең классикалық немесе брахминдік буддистік кезең. Ал үшінші кезең ол постклассикалық немесе индуизм кезеңі. Ежелгі үнді дүниетанымның қалыптасуында эпикалық кезең деп аталатын кезең өте маңызды болды. Философиялық ойдың дамуындағы эпикалық кезеңнің негізгі қайнар көздерінің ішінен мыналарды бөліп көрсетуге болады. Бірінші Махабхарата эпикалық поэмасы. Махабхарата шамамен 100 мыңнан аяттан тұратын 13 кітаптан тұрады. Ежелгі данышпан Вьяса Махабхаратаның авторы болып саналады. Поэманың негізін жырлар, балладалар, халық аңыздары мен рулық батырлардың ертегілері құрайды. Екіншісі Рамаяна поэмасы 7 кітаптан тұрады. Ежелгі данышпан Вальмики Рамаянаның авторы болып саналады. Өлеңнің композициясы көп қабатты. Мұнда Индра басқаратын ведалық құдайлар, жаңа құдайлар, ата бабалар культі және тағы басқа ақпарат кездеседі. Және Ману заңдарының кодексі. Ежелгі үнді қоғамындағы әр түрлі касталардың құқықтары мен міндеттерін, құрбандық шалу тәртібін, моральдық өлшемдерін және тағы басқа түсіндіретін этикалық кодекс. Ортодокс мектептер ведалар философиясын қолдайды. Жалпы ортодокс бағытқа жататын 6 мектеп бар. Олар 6 философия немесе шат даршандар деп аталады. Бірінші Санхья деген мектеп. Бұл мектеп екі шындықтың бар екендігін дәлелдейді. Материалдық шындық немесе пракрити және рухани сана немесе пуруша деп аталатын. Материалдық құндылықтар үздіксіз дамуда, рухани сана мәңгілік. Материя адам өлген сайын кетеді, ал рухани негіздеме өмірді жалғастырады. Санхья философиясының басты мақсаты рухты материядан шығару. Келесі мектеп йога, барлық мектептердің ең танымал бағыты. Ол материяға немқұрайлылық, ойлану және қосылмау принциптеріне негізделген. Басты мақсат медитация мен жаттығулар арқылы азаптан үйлесімді құтылу және Құдаймен қайта қосылу. Йоганың ішінде көптеген жеке мектептер және бағыттар бар. Үшінші мектеп Нияя. Ол танымға, білімге, логикаға шоғырланған мектеп. Ол танымның 6 қағидасын ұсынады. Қабылдау, қорытынды, ұқсастық пен салыстыру, мән жайлардан қорытынды, терістеу арқылы дәлелдеу, сарапшылардың сөздері.
Төртінші мектеп миманса деп аталады. Ол логика, рационалдық түсіндіру принциптеріне негізделген мектеп. Сондай-ақ рухани және материалдық болмысты зерттейді. Бесінші мектеп вайшешка. Бұл мектеп өзінің принциптерін адамның айналасындағы барлық нәрсенің өзі сияқты бөлінбейтін бөлшектерден немесе атомдардан тұратынын бөлуге негіздейді. Атомдардың мәңгілік тіршілігі бар және оларды бүкіл әлемдік жан, яғни Құдай басқарады. Және алтыншы мектеп веданта немесе ведалардың аяқталуы. Адвайта және вишишта адвайта деген екі бағытқа бөлінген мектеп. Бірінші бағыттың философиялық мәні Құдайдан басқа еш нәрсе жоқ. Қалғанының бәрі тек елес деген тұжырымды дәлелдейді. Екінші бағыт вишишта адвайта әлемді құрайтын үш шындықты уағыздайды. Бұл Құдай, жан және материя. Ортодокс емес мектептер. Ортодокс емес мектептерге үш мектеп жатады. Олар буддизм, джайнизм және чарвака локаята. Буддизм. Біздің дәуірімізге дейінгі 6 ғасыр Индия сауданың дамуымен, қала халқының күрт өсуімен және соның салдарынан тайпалық байланыстар мен тайпалық дәстүрлердің әлсіруімен сипатталды. Бұл себептен адамдарды жаңа рухани құндылықтарды іздеуге мәжбүр етті. Дәл осы кезде буддизм пайда болды. Бұл ілімнің негізін салушы солтүстік Үндістанда патша отбасында дүниеге келген Гаутама Сиддхартха Шакьямуни немесе Будда болған. Кейіннен ол Будда оянған, ағартылған деп аталды. Ол қиын өмір жолынан өтті. Ханзада, аскет, тақуа, данышпан болды. Содан кейін ол нұрын көріп, өзінің рухани жетістіктерін адамдарға жеткізді. Буддизмнің негізгі идеясы екі шеткі жол арасындағы өмірдің ортаңғы жолы. Бұл екі шеткі жолдары біріншісі ляззат жолы, ойын, сауық, жалқаулық, физикалық және моральдық құлдырау. Және екінші жолы аскетизм жолы. Тәннің өлу, жоқшылық, азап, физикалық және моральдық шаршау деген құбылыстар кіреді. Сонымен буддизмнің ортаңғы жолы білім, даналық, ағартушылық, өзін-өзі жетілдіру жолы. Орта жолдың түпкі мақсаты нирвана, ең жоғарғы деңгейге жету болып табылады. Буддизмнің негізгі ұғымдары. Пратитья самутпада, бұл әлемдегі өзара байланыстылық. Аникка немесе анитья, дүниеде бәрі үнемі өзгеріп отырады. Анатта немесе анатман, дүниедегі барлық нәрсе өзгермелі ғана емес, өздігінен өмір сүрмейді. Дукха, бұлардың барлығы өмірдің ерте ме кеш пе аяқталатын жақтары. Азап, ляззат, жақсылық, зұлымдық және тағы басқа. Үздіксіз медитация мен ағартушылықтың нәтижесінде Будда 4 құнды шындықты ашты. Бірінші шындық – өмір ол дукха, яғни тұрақты азап пен қанағаттанбау. Екінші шындық – қайғы қасіреттің қанағаттанбаудың себебі танха, яғни өмірден тәуелді болу, өмірдің бар шындыққа иллюзорлық көзқарас. Үшінші шындық – қанағаттанбаудан босатылуымен азаптың себебі жойылады. Ол деген ниратман немесе ниродха деп аталады. Және төртінші шындық – байланысты болмау үшін магга деп аталатын ортаңғы жолды ұстану керек. Ортаңғы жол 8 қадамнан тұрады. 8-дік жолының қадамдары: біріншісі – дұрыс көзқарас, буддизм негіздерін және өмірдегі өз жолын түсіну. Екінші қадам – дұрыс ой, адамның өмірі оның ойына байланысты. Ой өзгерсе, бұрыстан дұрысқа, өмір өзгереді. Үшінші қадам – дұрыс сөйлеу, адамның жан дүниесіне, мінезіне әсер ететін сөздері.
Төртінші қадам дұрыс іс-әрекет. Өзімен және басқа адамдармен үйлесімді өмір сүру, яғни басқа адамдарға зиян келтірмеу. Бесінші қадам дұрыс өмір салты. Әрбір әрекетінде буддалық өсиеттерді сақтау. Алтыншы қадам дұрыс қасиеттер. Еңбек сүйгіштік және еңбек қорлық. Жетінші қадам дұрыс зейін. Ойларды бақылау, өйткені ойлар одан әрі өмірді тудырады. Және сегізінші қадам дұрыс шоғырлану. Әлеммен байланыстыратын тұрақты медитациялар. Буддизм ешқашан аяқталған философиялық доктрина болған емес. Сондықтан уақыт өте келе көптеген философиялық және діни мектептер мен ағымдардың пайда болуы ғажап емес. Оның үстіне даму барысында буддизм көптеген мәдени және діни дәстүрлерді органикалық түрде сіңірді. Ортодокс емес мектептердің екінші мектебі джайнизм. Джайнизм ілімінің негізгі идеясы ахимса, яғни зиян келтірмеу принципі. Басқа философиялық мектептер сияқты, джайнизмде адамның қасіреттерін жеңу құралдарын жүзеге асырудың басты мақсатын қояды. Доктринаны ұстанушылар құтқаруды адамның санасын шектейтін дүниелік құмарлықтарды жеңуден көреді. Джина сөзінің өзі жеңімпаз дегенді білдіреді. Джайнизмде шәкірттерін құтқару мен бейбітшілікке жетелеген 24 ұстаз болды. Олардың соңғысы Махавира туралы тарихи дәлелдер бар. Будда сияқты Махавира өз үйін тастап, бірнеше жыл аскеттік өмір сүрді. 42 жасында Махавира ағартушылыққа қол жеткізді. Содан бері ол Джина деген атпен танымал болды. Ал оның ізбасарлары жеңімпаздың серіктері джайндар деп атала бастады. Джайнизм философиясы бойынша негізгі еңбек Таттварта сутра болып табылады. Басты тақырыптар зиян келтірмеу және меншіктен бас тарту. Джайнизмнің басты категориялар: анекантавада, абсолютті шындықтарды жоққа шығару, заттардың мәнін қандай көзқараспен қарастыратынына қарай қабылдау керек. Атомизм және анимизм. Джайнизм материяның үзіліссіз құрылымы туралы ілімге негізделген және микробөлшектердің, яғни атомдардың көрінісінің 4 түрін анықтайды. Олар ауа, от, су және жер. Бұл бастапқы элементтердің атомдық түзілімдері скандхаларға біріктіріліп, олардан қалған объектілер қалыптасады. Дегенмен әлем тек материалдық объектілерден ғана емес, сонымен қатар әлде қайда нәзік атрибуттарынан тұрады. Оларға қуаныш, қайғы және өмірдің өзі жатады. Өмір жан немесе джива ретінде белгіленеді. Өзінің негізінде джайнизм атеистік ілім болып табылады. Джайндар атманың брахманмен түпкілікті қосылуының мойындамайды. Оның орнына жанның соңғы шындыққа жетуі мойындалады. Әлемнің бастауы жоқ және әлем тұрақты эволюция процесінде. Бұл жағдайда ешқандай дәлел талап етілмейді, өйткені өзгерту процесі кармаға сәйкес жүзеге асырылады. Демек, әлемді құдай емес, карма басқарады, деп айтқан. Джайнизмде 2 бағыт қатар өмір сүреді. Олар дигамбара, ауа киінген, және шветамбара, ақ киім киген. Төтенше аскетизм тұрғысынан монах еш нәрсеге иелік етпеу немесе ештеңеге байланбау керек. Сондықтан джайн монахы жалаңаш болу керек деп айтты. Бірақ шветамбаралар ізбасарларына киім киюге рұқсат берді, ал дигамбаралар жалаңаш қалуды жөн көреді. Қазіргі заманда дигамбаралар көпшілік алдында денелерін жабады. Ортодокс емес мектептердің 3-ші мектебі Чарвака Локаята деп аталады.
Чарвака Лакаята ежелгі үнді философиясының ең ортодокс емес мектебі болуы мүмкін. Бұл мектептің ілімдері уақыт өте әсерінен айырылды. Оның барлық шығармалары жойылды, немесе олар аяусыз сынаған адамдар әдейі жойды. Басқа көне үнді кітаптарындағы Чарвака трактаттарының үзінділері ғана сақталған. Мектеп ретінде Чарвака Лакаята біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында пайда болды. Бұл мектептің негізін қалаушы данышпан Брихаспати болып саналады. Чарвака Лакаята сөзінің этимологиясы түсініксіз. Лакаята мен Чарвака синонимдер болуы мүмкін. Санскрит тіліндегі лока сөзі әлем, ғалам, орын, деңгей, ал көпше түрде халық, ұлт, адамзат дегенді білдіреді. Олар Брахман мен Атманның ақиқаттығына, карма заңына, жұмақ пен тозаққа, жалпы басқа дүниелерге сенбеді. Осыған сәйкес олар да өлгеннен кейін жанның бар екенін жоққа шығарды. Чарвакалар барлық діни ритуалдар, діни қызметкерлерді тамақтандырудың бір жолы деп есептеді. Чарвака Лакаята тек осы материалдық дүниені мойындады. Дүние 4 принциптің, яғни махабхута ұлы мәндер, жер, су, ауа, от стихиялық үйлесімінен пайда болды деп тұжырымдады. Болашақта осы мектептің кейбір өкілдері 5-ші элементті, яғни эфирді қосты. Принциптер бастапқыда белсенді және әрбір заттың жеке мәні бар. Ежелгі Қытай философиясы. Ежелгі Қытай философиясының дамуында екі негізгі кезең бөлінеді. Бірінші кезең біздің дәуіріміздегі дейінгі 8-6 ғасырлар, ол философиялық көзқарастардың туу кезеңі. Ал екінші кезең біздің дәуірімізге дейінгі 6-3 ғасырлар, Қытай философиясының алтын ғасыры деп аталатын философиялық ойдың гүлденген кезеңі. Дәл екінші кезеңде Қытай философиялық мектептерінің конфуцийшылдық, даосизм, моизм, легизм және тағы басқа қалыптасуы жүріп, кейіннен Қытай философиясының дамуына орасан зор әсер етті. Осы уақытта негізгі мәселелер, категориялар пайда болады. Олар кейіннен Қытай философиясының бүкіл тарихы үшін дәстүрлі болады. Қытай философиясындағы осы негізгі категориялар болды. Усин, 5 негізгі элемент, яғни металл, ағаш, су, от және жер. Ци, өмір энергиясы немесе эфир. Инь және ян, табиғаттағы пассивті және белсенді принцип. Дао, заттардың жолы, үлгісі. Жень, адамшылдық және тағы басқа категориялар болды. Бұл категориялар табиғат құбылыстарын көп ғасырлық бақылауларды жалпылау нәтижесінде пайда болды. Қытай философиясында натурфилософиялық идеялар басты орын алған жоқ. Философиялық мектептердің көпшілігінде дүниелік даналық, мораль және басқару мәселелерімен байланысты практикалық философия басым болды. Ежелгі Қытайдың негізгі философиялық мектептері. Ежелгі Қытай философиясында діни мифологиялық дүниетаным басым болды. Қытай мифтерінің ерекше белгілерінің бірі оларда әрекет ететін құдайлар мен рухтардың зооморфтық табиғаты болды. Олардың көпшілігі жануарларға, құстарға немесе балықтарға айқын ұқсастыққа болды. Жартылай жануарлар, жартылай адамдар болды. Ежелгі қытайлықтар дүниедегі барлық нәрсе аспанның алдын ала жазылуына байланысты және аспанның қалауы көріпкелдік пен болжам арқылы түсініледі деп сенген. Жалпы ежелгі Қытайда 6 негізгі философиялық мектеп болды. Бірінші мектеп конфуцийшылдық, билеуші мен оның шенеуніктері елді әділдік, адалдық, сүйіспеншілік принциптерімен басқару керек. Екінші мектеп даосизм,
әлем үндестіктің қайнар көзі. 3-ші мектеп маизм. 4-ші мектеп заңгерлер мектебі немесе легизм. 5-ші мектеп атаулар мектебі. Және 6-шы мектеп инь-янь мектебі, яғни табиғи философтар. Конфуций мектебі. Осы мектептің негізін салушы Конфуций болып табылады. Ол мектеп құрып, оның ойын қағазға жазған шәкірттері көп болды. Конфуцийдің негізгі шығармасы Лунь-юй, немесе әңгімелер мен нақылдар, немесе аналектер осылай пайда болды. Конфуций ілімінің негізгі мәселелері адамның адамгершілік болмысы, мемлекет өмірі, отбасы, басқару принциптері болған. Конфуций іліміндегі орталық орынды салттық, ережелер, заң категориясы алады. Оның пікірінше Ли деген ұғым батыс Джоу дәуірінде болған дәстүрлі институттар мен этикалық нормаларды біріктіреді. Конфуцийдің мораль ілімі өзара қарым-қатынас, алтын орта және қайырымдылық сияқты этикалық концепцияларға негізделген. Олар жалпы алғанда дұрыс жолды немесе дао құрайтын ұғымдар болып табылады. Өткеннің рухани құндылықтарын меңгеру адамға аспан қалауын дұрыс түсінуге мүмкіндік береді. Конфуций үшін білу адамдарды тану, ал табиғатты білу оны қызықтырмайды. Даосизм. Даосизмнің негізін салушы көптеген шәкірттері мен ізбасарлары болған Лао Цзы болып табылады. Данышпанның ілімі алғаш ауызша таралып, кейін Дао Дэ Цзин кітабында баяндалған. Конфуцийшілдіктен айырмашылығы даосизм объективті шындық мәселелермен шындап айналысады. Осыдан адам мен қоғамға қатысты қорытындылар жасалды. Дао Дэ Цзиннің негізгі философиялық идеясы сан алуан әлем мен адамдардың өмірі аспанның қалауы да рухтармен де бақыланбайды, бірақ белгілі бір табиғи жолмен даомен қозғалады. Дао барлық заттардың негізі және заңы ретінде қарастырылады. Дао барлық заттардың ең терең негізі болып табылады. Ол материалдық дүниенің ішкі мәні, көзге көрінбейтін бастауы. Ұлы дао барлық жерде таралады. Ол кеңістікте және уақытта шексіз. Барлық заттар мен болмыс дао заңдарына бағынады. Лао Цзы ілімі элементарлы диалектикалық ойлаумен анықталады. Ол үшін бәрі қозғалады, пайда болады және жойылады. Бір-бірімен байланысты және өзара әрекеттеседі. Кез келген өзгерістің негізінде қарама-қайшы тенденциялар жатыр. Ал өзгерістердің негізі қарама-қайшылықтардың күресі емес, әрдайым бірлік болып табылады. Адамның өзі объективті дүниенің бір бөлігі болғандықтан және оның заңдарына бағынатындықтан заттардың табиғи ағымын өзгерте алмайды. Лао Цзиннің әлеуметтік этикалық көзқарастары оның дао туралы философиялық ілімін логикалық жалғасы және әрекет етпеу принципі деп аталатын У-Вэй негіздемесі болып табылады. Ежелгі Қытайдың 3-ші ірі философиялық мектебі Моди негізін қалаған моизм болып табылады. Ойшылдың көзқарастарын зерттеудің негізгі көзі шәкірттерінің жазбалары негізінде құрастырылған Мо Цзы кітабы. Мо Цзы этикалық іліміндегі орталық орынды конфуцийлық жень принцибіне қарсы тұратын жалпыға ортақ махаббат, яғни дзянь-ай деген идеясын алады. Оның пайымдауынша елдегі қақтығыстар адамдардың бір-бірін жақсы көруін тоқтатқандықтан болды. Оның ойынша аспан өзінің қайырымдылығының арқасында билеушінің үлгісі болып табылады. Аспан адамдардың бір-біріне көмектесуін, адамдардың бір-біріне үйретуін қалайды. Тағдыр концепциясын жоққа шығара отырып, маистер оны қабылдау барлық адами істерді мағынасыз етеді деп есептеді. Адамдар өз күштерімен әл-ауқатқа жету керек, материалдық байлықты көбейту керек деп айтқан.
легизм немесе заңгерлер мектебі біздің дәуірімізге дейінгі 4-3 ғасырларда Қытайдағы ірі жер иеленушілер және қала байлары үшін қуатты идеологиялық тірек қызметін атқарды. Легистер қоғамды өзгерту үшін мемлекеттік заңдарды бекітуді жақтаушылар болды. Бұл доктрина баршаға ортақ заңның үстемдік рөлі туралы тезиске негізделді. Легистер конфуцийлық ли рәсіміне фа заңымен қарсы шықты. Барлығы заңға бағынады. Аспан, заттар, адамдар. Тек дао және даоның мемлекеттік бейнесі болып табылатын билеуші ғана ерекшелікке жатады. Легистер заңның екі жағын марапат пен жазаны көрсетеді. Ел басқаруда келесі факторларға сүйену керек деп айтты. Олар фа, заң, ши, билік күші және шу, халықты басқару өнері. Атаулар мектебі. Атаулар мектебі немесе номинализм біздің дәуірімізге дейінгі 4-3 ғасырларда дамыды. Бұл философиялық бағыттың негізі идеясы қоғамда үнемі өзгерістер болып тұрады. Демек бұрынғы атаулар енді жаңа мазмұнға сәйкес келмейді. Соның салдарынан заттардың атаулары мен мәні бір-бірімен тартыса бастайды. Атаулар дұрыс болса, заттар әлемінде тәртіп орнайды. Атаулар мағынасын жоғалтқанда, заттар әлемінде хаос пайда болады. Минзя мектебінде екі бағыт болды. Бірінші бағыт объектілер арасындағы айырмашылыққа бағытталған. Ал екінші бағыт заттардағы айырмашылықтарды абсолютті ретінде қабылдады. Құбылыстар мен заттардың жекелеген қарама-қарсы қасиеттеріне назар аудару күрделі тұжырымдарға әкелді. Және Қытай философиясының 6-шы мектебі инь-янь мектебі немесе натурфилософия. Бірінші мыңжылдықтың басында Қытайда натурфилософиялық концепция қалыптаса бастады. Және оның негізгі идеялар ұзақ уақыт бойы өз маңызын сақтап қалды. Мифологиядан инь және янь деген алынған ұғымдары кейін олар кеңірек түсіндіріледі. Инь мен янь бір-біріне қарсы тұрады, бірақ сонымен бірге олар бір-біріне тәуелді. Сондай-ақ материалдық бөлшектерден тұратын эфир, яғни ци, бар деп есептелді. Бұл бөлшектердің өзара әрекеттесуі 5 принцип тудырады. Олар су, от, ағаш, металл және жер. 5 элементтің ішінде жер ерекшеленді. Бұл егіншіліктің маңыздылығын атап өтті. Гармонияның құндылығы жоғары бағаланады. Заттардың пайда болуы және дамуы үйлесімділіктің арқасында. Шу Цзин кітабында 3 моральдық қасиет және оларды басқаруда пайдалану туралы айтылады. Бірінші қасиет істі дұрыс жасау білу, екінші қасиет қатал болу, ал үшінші қасиет жұмсақ болу. Жаңадан пайда болған философияның маңызды мәселесі аспан мен адамның ара қатынасы, адамның ғаламдағы орны туралы мәселе. Аспан яньнің ұлы күші, ал жер иньнің ұлы күші болып табылады. Адамның өзі сол екі ортасында өмір сүреді. Сонымен натурфилософтар аспан мен жердің үндестігі тіршілік көзі деп айтқан. Бұл үйлесімділікте алайда жетекші рөл аспанға тиесілі. Сондықтан аспанға табынуға шақырған. Бұл идея ежелгі Қытай философиясында кеңінен қолданылды. Сонымен біз жалпы көне ежелгі шығыс философиясы туралы ақпарат бердік.